Достар, Canva арқылы резюме қабылдайтын сайтты қалай жасаймыз? Өте оңай, қазір көрсетем. Бұл сайтты сіз рекрутинг компанияларға жасап бере аласыз ақшаға. Кандидат Canva-да жасалған сайтқа резюмесін лақтырады. Сосын ар жағында ол NITM платформасына барады да Google Drive және Google Sheets-қа бұл резюмені салады. Google Drive-қа резюменің өзін салады, ал Google Sheets-қа қорытылған ақпарат салады. Бана адам туралы информацияны. Қазір барлығын көрсетемін. Canva деген өте керемет платформа. Міндетті түрде қолдануыңыз керек деп ойлаймын. Қазіргі таңда өте танымал және ыңғайлы. Canva-ға барасыз да, міне canva.com деген сайтқа өтесіз де, сол жерден файл create new design дейсіз. Жаңа дизайн жасау дейсіз. Сосын веб-сайт деп таңдайсыз. Ең бірінші мына Canva деген платформаға өтеміз сайт жасау үшін. Мінекей Canva-ға кірдім. Canva деген сайттың аты мінекей canva.com. Осыған кіресіз, тіркелесіз имейлмен. Сосын create деген кнопкаға басасыз, создать деген сөз. И мына жерден веб-сайт деген таңдайсыз. Мына жерден сіз пустой веб-сайт таңдасаңыз болады, өзіңіздің дизайныңызды жасасаңыз болады. Мен бірақ обычно готовый дизайндарды алып аламын осы жерден. Мысалы, мыннан өзіңізге ұнайтын әртүрлі стильді таңдасаңыз болады. Неше түрлі әдемі сайттар бар. See all десеңіз, барлық сайттар шығады. Осының ішінен өзіңізге ұнайтын бір дизайнды тауып алыңыз. Мысалы, дәл сіздің отдел кадровқа қатысты сайт болмауы мүмкін. Просто дизайны примерно келетін болса, соны таңдайсаңыз. Мысалы, мынау маған келіп тұр. Маған информация керек вакансия туралы и кнопка тұру керек. Бір кнопка болды, басқа ештеңе керек емес маған. Осыны таңдаймын, үстіне басам. Customize this template деп басам. Осындай сайт шыға келеді. Көрдіңіз бе? Әдемі сайт. Мына жерден превью бассаңыз, сосын мына мобильный вид дегенге бассаңыз, мында телефонда қалай көрінетін көрсетіледі, өте жақсы. Енді бізге бірақ бір ғана парақша жетеді. Бізге мынандай көп парақша керек емес. Және маған светлый керек, мынау қараңғы ұнамайды. Мен мына бүкіл артық беттерін бәрін кетіріп тастаймын. Мынаны кетіріп тастаймын. Мынаны кетіріп тастаймын. Бәрін кетіріп тастаймын. Тек біреуін қалдырамын. Сосын мына жерге вакансия туралы ақпарат жазамын. Вакансия туралы ақпаратты мен мына басқа жерден скопировать етіп аламын. Немесе өзім жазайын. Мында айтамын. Вакансия. Вакансия деймін. Мынан шрифт үлкейтсем болады, өзім дизайнны келтірсем болады осылай. Сосын мында вакансияларды тізіп жазып шығайын. Мысалы, программист, электрикал, офис менеджер, тағындай болсын, бухгалтер. Осылай вакансиялар жазып қоямын. Сосын мына жерге подать заявку. Немесе қазақша жазсаңыз болады. Сосын осындай сайтыңыз дайын. Енді сайт әдемілетесіз, дұрыстап. Телефонда осылай көрінеді. Қарапайым сайт. Бұны сіз одан сайын әдемі қылсаңыз болады. Осылай қалдыра саламыз. Енді бізде идея қандай? Мына схема бойынша адам осы сайтқа өтеді, мына кнопкаға басады. Сол кезде форма ашылады, сол формаға резюмесін аты жөнін жазады. Сол кезде сол ақпарат Google Drive-қа және Google Sheets-қа бізге түседі, рекрутинг компанияға. Сосын компания сол кісіге хабарласады. Сосын не істейміз? Мына жерге басамыз да, ссылка болады мында. Линк деген болады. Сол линкке біз банағы формаға ссылка жіберуіміз керек. Оның алдыңғы видеода мен көрсеттім, қалай осындай шаблонды бөлсін, еще Telegram группада бесплатно, осы шаблон тұр бесплатно скачать етсеңіз болады. Бұл шаблон мінекей Google Drive-қа адамның резюмесін қабылдайды. Қазір үлкейтейін. Адамның резюмесін Google Drive-қа салады, сосын барып обрабатывать етіп, ең соңында Google Sheets-қа ақпаратты салады кандидат туралы. Енді бізге мына нені қосу керек. Бұл шаблонды жүктеп аласыз. Сосын мынаны қосасыз, включить дейсіз. Содан кейін мына неге басасыз? Ең бірінші мына on form submission дегенге басасыз.
сосын production URL дегенге басасыз. Именно тест емес, production. Осыны скопировать етесіз. Үстіне бір рет бассаңыз скопируется етіледі. Сосын неге барасыз? Canva сайтқа барасыз да, осы ссылканы вставить дейсіз. Болды. Сол кезде мына кнопка басқанда біздің N8-дағы форма ашылады. Окей, все, болды. Мынаны publish веб-сайт дейміз. Біз деген сайтты ресми жариялауымыз керек. Осы жерге law firm веб-сайт демей, просто HR дейік та. Қысқалау болсын. Все, publish дейміз. Кішкенен соң біздің сайтымыз ресми ашылады. Сол сайтпен, сол сайттың сілтемесін кез келген адамға жіберсеңіз болады, жасайтын болады. Мына қараңыз, инкогнито сайттан ашам. Мінекей, көрдіңіз бе, ашылып жасап тұр. Енді дизайны супер емес, но телефонда мобильныймен, қазір 90% адам мобильный телефонмен қолданады. Мобильный приложениеде нормально көрініп тұр. Мына жерде жоғарыда бос жер көп екен. Қазір алуға тырысамыз. Так, неге бос жер көп? Edit дизайн өзгертейік. Былай сәл жылжытайық. Сосын жоғары алып барайық былай. Енді нормально. Publish дейміз. Дизайн онша емес деп уайымдамаңыз, анда әртүрлі әдемі дизайндар бар, соларды келтіріп, уақыт керек та, просто шұқып отыру керек. Так, сол дайын, енді тексеріп көрейік тағы да. Инкогнитоды ашамыз. И мобильный видпен. Жерден iPhone 12-де қалай көрінеді? Мен нормально көрінеді, көрдіңіз бе iPhone-да. Басып қалған кезде форма ашылады. Окей? Енді все, в принципе, жасайды. Қазір мен сізге демо көрсетемін, қалай жасайтынын. Google Drive-ті бәрін ашып қоямын сізге. Google Drive. Осыны мына жерге ашып қоямын. Сосын мына жоғарыға бұрышқа мен деген басқа. Мынаны сайтты бөлек ашып қойын. Сайт бөлек. Жоғарыда тұрады. Сосын бізде мына спредшит мына бұрышта тұрады. Сосын мына Google Drive мына бұрышта тұрады. Сонда үшеуін параллельно қараймыз. Мынау іске қосылғанда резюме мында түседі, ақпараттар мында түседі. Болды. Все, мына, допустим, біз кандидатпыз, демо. Подать заявку дейміз. Сосын мында форма ашылады. Аты жөнін толтыр. Мен аты жөнін жазам. Email жазам. Сосын өзімнің резюмем. Сосын өзімнің резюмемді салам. Submit деймін. Мында қарап отырыңыз. Мына жерден қазір PDF файлы шығады. Мына шықты. И мында Google Sheets'қа ақпарат түседі. Обработка жасалып жатыр. Мына түсті. И бұл ақпарат 19-ы бүгінгі күн. Бүкіл информация мен туралы. Опыт работы, образование, қандай қабілеттерім бар, барлығы жазылған. И осыған қарай уже рекрутинг компания адамға хабарласады и сөйтіп ары қарай жұмыс жүреді. То есть ойлап қараңыз, сіз деген қазір қарапайым Canva мен сайт жасап, ар жағында бэкэндінде жасап тастаңыз, целый веб-сайт жасап тастаңыз өте аз уақыттың ішінде. Және программа ешқандай код жазбадыңыз. Бұл деген сұмдық, достар. Негізі түсіне білетін адамға бұл сұмдық күшті нәрсе. Кез келген компанияға осындай күшті Canva'да сайттар жасап, ар жағында бэкэндін N8-мен жасап, күшті решениялар жасасаңыз болады. Бұл жерде просто адамға фантазия керек, опыт керек осындай нәрселер жасау үшін. То есть компания хабарласады осыге, бізге бот керек, автоматизация керек, не істеуге болады дегенде, сіз осы возможностьтарды білуіңіз керек та, сол кезде оларға ұсына аласыз. Допустим, отдел кадров компания хабарласады сізге, бізге чат-бот керек дейді, просто элементарно. Сосын қарап, ол мен жұмыс жасау барысында сіз түсінесіз, сендерде резюме қабылдайтын сайт өтірік қой, имейлмен қабылдап жүрсіңдер ме не әлі деп, сіз оларға осындай решение ұсынасыз, олар риза болып қалады. Қазір көп компания имейлмен қабылдайды. Имейлді ол жоғалып кетеді. Мына шаблон
резюмені оценка береді резюмеға. Бұл кандидат бара ма, бармай ма біздің вакансияға. Көп уақытын үнемдейді рекрутинг компанияның. Достар, осындай көріп отқаныңыздай Canva'да өте оңай сайт жасау. Ссылканы қойып жібересіз да N8 формаға и все жасай береді. Енді N8 ана шаблонды қалай түсінбей қалдым ғой десеңіз, мен оны подробно түсіндірдім басқа видеода. Қараңыз, артын 1-2 видео бұрын осы видеоны шығардым. $500 Италия деп аталады. Итальянский бір отдел кадровтың компаниясы ғой, соларға заказға жасады біздің команда. Сізде дәл осылай жасасаңыз болады. Достар, айтуға ұмытып кеттім, мына шаблонды менің бана тегін телеграм группамнан жүктеп аласыз дедім ғой. Тегін телеграм группаның аты Азат JY деп аталады. Ссылканы алу үшін маған просто инстаграмға директке шаблон деп жазып жіберіңіз, сол кезде мен сізге сілтеме жіберемін. Болды, сізде получается бәрі бар. Мына Canva-мен сайтты жасауды үйреттім, ссылка қоюды үйреттім, шаблонды менің телеграм группамнан жүктеп аласыздар. Болды. Сізде бұны дәл осы автоматизацияны жасауға бәрі бар. Тек жасаңыз да, қалдырып қоймай. Сол кезде түсінесіз бұл нәрсенің күшін, және басқа кәсіпкерлерге осыны орнатасыз ақшаға, және ақша табасыз. Іске сәт.